2020 жылдың 6 айында Түркістан облысы полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен есірткінің заңсыз айналымына қарсы жүргізілген жедел іс-шараларының нәтижесінде барлығы 235 есірткімен байланысты деректер анықталған. Оның ішінде 121-і есірткі қылмысы болса, 114-і теріс қылықтар және 14 есірткі әкімшілік құқық бұзушылықтар. Осы мерзімде есірткі сатуды кәсіп еткен 39 тұлға, есірткі өсімдігін заңсыз егумен айналысып жүрген 49 және аса ірі көлемде есірткі сақтаған 7 азамат құрықталды. Заңсыз айналымнан 40 келіден астам түрлі есірткі заттары және 13 мыңнан аса есірткі өсімдіктері тәркіленді. Сонымен қатар, автокөлік құралын есірткілік мас халде басқару құқық бұзушылығын жасағаны үшін 14 азамат жауапкершілікке тартылды. Есірткі құралдары, психотроптық заттар мен улы заттардың заңсыз айналымы қылмыстарын анықтау, жолын кесу мақсатында жыл басынан қарасора, допинг және тағы басқа жедел профилактикалық іс-шаралары өткізілуде. 2019-2020 оқу жылына арналған профилактикалық бірлескен іс-шаралар жоспарына сәйкес нашақорлықтың алдын алу мен есірткі қылмыстарының жауапкершілігі бойынша оқушылар мен студенттердің қатысуымен 1200 адам қатысқан 32 іс-шара өткізілді. Бұл бағыттағы жұмыстар Түркістан облысы полиция департаменті тарапынан тұрақты түрде жүзеге асырылады. Сондықтан полицейлер облыс тұрғындарын зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын ұстануға шақырады.